Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін алабұға деп аталатын, яғни окунь деген балықты тез әрі жылдам тазалап үйренеміз. Бірінші балықтың жоғарғы қанатшасынан пышақпен кесеміз, тіліп аламыз да қанатшаның шетімен төменгі құйрығына дейін тілік жасаймыз. Екі жағынан да. Бұл балықты тазалау әдісі. Балықтың сыртқы терісімен қуырып жегенді ұнататын кісілерге келмеуі мүмкін. Себебі бұнда біз балықтың терісін түгелімен сыпырып тастаймыз. Теріні жаймен тартып отырып, қабығын сылып алып тастаймыз. Терісін сылып алдық. Окунь деген, яғни қазақша алабұға деген балықты тазалағанда байлау керек. Бұның қанатшалары өте өткір келеді. Кейін балықты басын кесіп тастаған жөн. Тағы да бір балықты ашып көрсетемін. Абайлап жоғары қанатшаның шетінен сыйламыз. Ажыратып. Және пышақпен не саусақпен теріні ажыратамыз. Пышақ шетін аштық. Енді екінші жағы. Пышақпен теріні еттен ажыратқанда өте ыңғайлы, және саусақпен ажыратқанға қарағанда еті де уақыттың өзінде қалады, терісінде кетіп қалмай. Қасын ажыратамыз басына. Балықты қабығын терісін сылып алмай, сыртын тазалауға болады, бірақ ол өте тиімсіз окунь үшін, мен үшін. Себебі оны тазалағанда ұзақ уақыт алады. Және де маған окуньнің терісі қатты болғандықтан терісіз етін ғана сылып алған дәмдірек сияқты. Міне аламыз бүтін күйінде. Уылдырығын аламыз. Алабұға балығының уылдырығын жамай бүтін күйінде алу өте ыңғайлы және оңай.
Міне біз окунь тазалап болдық. Ал бүгін біз тазалаған балық өлтіргені. Енді бұны тек жуып, ұнға малып, қуыру ғана қалды.